Сәлем оқырман. Ақтөре әсеммен толықтай таныстықты тоқтағандай болды. Ал кеше болса Айбат туған күнде біраз қыздарға қырындап бастады. Ішінде жаңа қатысушы Фатима және Айгүл. Жігітті жабысып билегенін көрдік. Алда жобаға осы қыздың біреуіне үміткер болып келсе таң қалмаймыз. Ал әсем болса назарын Расулға бөлуде. Араларында бір ұшқын пайда болғандай. Сіз қалай ойлайсыз? Әлде Ақтөре әсемді қызғандырып үшін қайта келеме? Біз білетін Ақтөре жай әшейін бәрін осылай қалдырмайтын секілді. Ақтөре хайпты, халықтың қолдауын көзге түсудің жақсы көретін жанның бірі. Егер Ақтөре расымен әсеммен ара қатынасты тоқтатса, онда оның жаңа қадамдарын бақылау қызық болайын деп тұр. Айбаттың туған күнде өзін еркін ұстап, Фатима мен Айгүлге назар аударғанын көрдік. Бұл жай ғана көңіл көтеру ме, әлде нақты біреуге үміткер болып келудің алғы шарты ма, оны уақыт көрсетеді. Ал әсем болса Расулға шынайы қызығушылық танытып жүргендей. Олардың расында да бір сезім ұшқыны пайда болғанын байқау қиын емес. Егер бұл шын мәнде солай болса, Ақтөре мұны жай ғана бақылап қалмай, өзінің ойлаған жоспарын жүзеге асыруы мүмкін. Біз білетін Ақтөре ешқашан назардан тыс қалғанды ұнатпайды. Ол хайпты жақсы көреді, халықтың қолдауын сезінгісі келеді. Сондықтан оның келесі әрекеті не болатынын болжау қиын. Мүмкін ол әсемді қайтадан өзіне қаратуға тырысар, ал мүмкін мүлде жаңа қатысушымен ойын бастар. Ал сіз қалай ойлайсыз, Ақтөренің келесі қадамы қандай болмақ? Достар, ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалдарыңыз амансыздар ма? Барлықтарыңызға қайырлы кеш, апалар, ағалар, жеңгелер, қазақстандықтар, менің достарым, менің подписчиктеріме және де менің жақындарыма рахмет, құттықтауларыңызды көріп жатырмын. Сұлу жақтар, қолчандар, аман болайық, сау болайық, мен сіздерді жақсы көремін. Көріп жатырмын, пікірлер жазып жатсыздар, жақсы комментарий жазып жатсыздар, лайк басып жатсыздар, бүкілді жіберіп жатсыздар, осылай қолдауды әрдайым сіздерді күтемін. Аман болайық, сау болайық, мен сіздерді жақсы